Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге осындай жолақ құймақтар жасайтын боламыз, немесе зебра құймақтар деп аталады. Ал ендеше видеоның соңына дейін қараңыз. Менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге 2 дана жұмыртқа, жұмыртқаңыз үлкен болса 2 жетерлік, ал кішкентай болса 3 қосасыздар. Одан соң 6 ас қасық шекер және де шым тұз қосамыз. Барлығын жақсылап миксерлейміз. $300 мл бөлме температурасындағы сүттен қосамыз. Үш ас қасық ұн қосып, оны жайлап миксерлейміз. Тағы да 3 ас қасық ұн қосып, тағы да миксерлеп аламыз. Енді 5 ас қасық сұйық майдан қосамыз. $300 мл қайнап тұрған судан қосамыз. Үш ас қасық ұннан және де жарты шай қасық ас содамыздан қосып, барлығын араластырамыз. Енді бөлек бокалға кондитерлік қапшықты салып, әуелі 1 ас қасық какао салып, және де жаңағы консистенциямызды құйып, соңынан 2 ас какао тағы да салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ал қалған консистенциямызға керек ететін болсаңыздар, тағы да 3 ас қасық ұн салып араластырамыз. Ал егер керек етпейтін болса, онда мүлдем қоспасаңыздар болады. Табамызды қыздырып, майлап, әуелі осы какао қосылғаннан жайлап осылай домалақтайсыздар. Үстіне қалған құймақты құйып пісіріп аламыз. Келесі бетіне аударып, оны да пісіріп аламыз. Мінеки осымен видеомыз аяқталды. Менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.